Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz sazan balıqdan kokteyl dayındaymiz. Dostlar, men bu asты birinchi ret jasab ko'rdim. Bayqasam, әр аймақ әр түрлі жасайды екен. Ал мен өзіме ұнаған әдіспен жасап көрдім. Көлден қазір ғана келген балықтар. Балығымызды арқасынан тиынын алмай ашимыз. Қолдан жасаған ешкімде жоқ қарапайым пешім. Дәмдеуіштері сүну үшін осылай әр жерінен тіліп аламыз. Тұз бұрышын себеміз. Артынан бір лимон сығамыз. Коктейлдің ыдысына фольгамызды төсеп, балықты саламыз. Üstüne чеснок жағамыз. Одан кейін пиязды тізбектеп қойып, тұз және дәмдеуіштерін себеміз. Маған шашликтің приправасы ұнайды. Енді кетчуп пен майонезді аздап айналдыра жағамыз. Одан кейін қызанақты қоямыз. Ең соңынан болгар бұрышын қойып шығамыз. Енді шиеталын жас шыбықтарын көктал ыдысының түбіне тастаймыз. Сонда жас шыбықтың түтіні балыққа сіңіп ерекше дәм береді. Көктал атауының себебі де осында. Үстінен балықты қойып, бетін жауып, астына от жағуды бастаймыз.
Көкталымызды 1 сағат отқа қоямыз. Mine dostlar, көкталымыз дайын болды. Иісі мұрнымды жарып барады, шіркін-ай. Ал енді дәмін көрейік. Әдеттегідей айран ішіп аламыз. Үлкен машин.